осы үй біздің жаңа үйіміз. Кем дегенде ескі болғанымен жақсы үйренісіп кетесіңдер деген ойдамын. Бірақ бұл жерге біз жұмыс үшін ғана көшіп келдік. Уақытша осы жерде тұрамыз, кейін қалаға 1 ай болмай қайтатын шығармыз. Иә, мына жерде мен жақсы достар табамын деп өзіме сенімдімін. Онда не де болса кірейік ішке. Иә, үйге кіріп, ішті реттестіріп боламыз дегенше әкелерім жұмыстан келіп қалуы мүмкін. Иә, мен қазір жұмысқа кетіп бара жатырмын. Документті туралап болайын, сол кезде үйге қайтып келемін. Иә, біз әкем келгенше үйді жинастыра тұрамыз, және өзіміздің комнатамызды да таныстырамыз. Жарайды, жақсы. Үйдің кілтін бізге берді, өзің жұмысқа кете бер, біз өзіміз реттестіріп аламыз. Так, жақсы үй екен, иә? Иә, іші үлкен, бірақ мебельдері тым сәннен қалып қойыпты. Сонда да ғой аға, үйдің іші әдемі болып тұр ғой. Иә, маған үйдің іші қатты ұнады. Кеттік, Соня, кеттік, ойнаймыз. Құмаш, бірінші шай дайындап ішейік, азаннан бері дым ішкен жоқпыз жолда жүріп. Иә, Соня дұрыс айтады, папаларың келіп қалатын шығар осы уақытқа дейін. Жарайды, онда шай ішіп болғаннан кейін ойнаймыз. Сендердің ойындарың таусылмайды екен не болса да. Жаңа жолда ғана айтамын да, сол ғой, иә, қызық болды кезінде. Так, әкеден келіп қалатын шығар. Иә, мама, бүгінгі істеген тамағыңыз өте дәмді және де жеңіл болатын болды. Иә, біздің маманың тамағы әрқашан жақсы ғой. Қалайсыңдар отбасын? Жақсысыңдар ма? Жақсы көңіл күй болып жатыр ма? Иә, әкешім, қараш, бізге анашым қандай күшті тамақ дайындады. Сіз келем дегенше біз күтіп отырмыз, және әңгіме айтып отырмыз. Иә, қараңызшы, сусындар да әдемі. Күшті тамақ жасапсың, Айжан. Рахмет. Енді тамақтарыңды ішіп алыңдар. Иә, күштісін, ай. Осы ананың тамағы күшті ғой. Сосын кейін барып, ана жақтағы бөлме бар емес па? Ол менің бөлмем болады. Бірге жататынымыз еді ғой, қорқамын. Қайырлы түн, анашым, әкешім, бауырларым, мен кеттім өз бөлмеме. Жарайды, балам. Суы қалмапты ғой, не қоя салайықшы. Кеттік, тастан, біз комнатамызға барайық. Жақсы, жандарым, сол. Енді жақсы ұйықтаңдар. Біз әкең екеуміз ұйықтаймыз. Телефон көрмей тыныш жатыңдар. Жарайды, анашым. Тастан, істемекшісің? Мен тикток қараймын. Мен ойын ойнаймын да. Так, қосу. Мен ана блокбаст ойнаймын. Олардың ойнай берші. Жында, не болды? Қуасын ба, мама арсады ғой. Нені бір потапим деген? Фой, басқа нәрсе көрші. Жарайды. Ей, тастан, сен осы мемнен басқа нәрсе көресің ба, көрмейсің ба? Мен кішкенде болып көрмеймін ғой. Мен біле өшірші нәрсені. Қазір мама папа ұрсып береді. Бопты, мен онда телефон көрмеймін, көзім ауырып кетті. Соларды көре берсен, бір потапимдерді, бір потапим болып кетесің. Болмаймын. Жарайды, мен жатайыншы. Не дегенді боласыз? Соня, өтініш, мен сен қызың жатайыншы. Не болып қалды, соншама? Ана жақтан бір тырналған дыбыс естіп жатырмын. Сен бір потапимдерді көре берсең сондай болады. Ей, бір потапим емес. Ана жақта тырналған дыбыс естідім. Қарап көрші. Кәне, Құмаш. Тота. Как будто бір андай жұмсақ обойды тырнап атқан сияқты, иә? Мен қорықтым. Жүр, екеуміздің ішке жатайықшы.
дыбыс мені шошытты ғой. Мен де естіп тұрмын. Сен де ояусың ба? Я, жүрші барып көріп келейік. Не отыр? Пошай жүрсейші. Мама естіп қояды ғой. Я, дыбыс қай жерден шығып жатыр? Көрініп тұр. Тастан бармай қояқшы. Жоқ, мына қабырғаның артында сияқты. I know you belong to someone.